Ару қыздың батылын 2 аптадан соң орындайын деп жатырмын. Оның енді өзінде себептері бар. Себебі біз үйге келін түсірейін деп жатырмыз. Қара шаңыраққа мінекей шымылдырықтар құрып дайындап жатырмыз уже. Той болатынның алдында қызу дайындық жүреді ғой, білесіздер, жан-жақтан туған туыстарымыз барлығы келіп жатыр. Енді обедке кішкене осындай макарон қуырып дайындап қойдым. На пастуша морозилкте қалып қойған ғой, қырсығынан бүгін енді батылды орындай қояйын десем, керісінен жүреді ғой барлығы. Сонымен газдың үстіне қойып қойдым, кішкене жылысын деп басып қойған ғой оны. Бағана кішкентайымды емізіп ұйықтап кеткем ғой, қой барып бір хабар алып келейші десем, кішкентайларым деген оятып оны мыжып тұрғызып алған, вентилятордың астында жатыр ғой. Сонымен оны өшіріп қайтадан үлкен қызыма беріп өзімнің жұмысыма кірісті. Ару қыздан осындай тапсырма келген болатын. Өз қолымнан күштілеп тұрып пирогты жасап, көршілерге немесе жолдың бойында кетіп өтіп жатқан адамдарға сату керек болып тұр. Енді үйдегі бар қалған құтқаның барлығын біріктіріп бастарын енді бір пирог жасайын деп жатырмын. Ең оңай әрі өтімді осы восточный пирогты жасайын деп жатырмын. Үнемі осы біз үйде 5-ің шайына осыны пісіріп жейміз да. Сонымен енді үйде тек соңғы жаңа дәнектер, мүйіздер қалыпты, осының барлығын турап дайындап қойдым. Сонымен енді тестасына кірістім. Мына жерде тестасына пастушаның жартысын қостым, жартысын кішкентайын алып қойдым, себебі экономдау керек келесі пирогқа деп жұмсақ осындай тестаны дайындап алдым. Сосын мына жерде сгущенканың барлығын ашып тастай берген, білмеймін неге екенін же, ысырап қылып ашып тастай берген ғой, короче. Сонымен енді осының барлығын пісіріп дайындап, қазір енді көшеге қалай болады екен, кім алады екен, бір жағынан ұялып, бір жағынан қысылып тұрмын ғой, қыздар. Қалай ойлайсыздар, ала ма сатып осы пирогты? Сонымен жан-жағын тесіп, орталарын тесіп, осындай күштілеп тұрып пирогтың тестасын дайындап алдым. Кішкене морозильникке 5-ақ минутқа қойдым да, сразу тез мына жерде мейіз дәнекті, өріктердің барлығын салдым да, үстіне бір сгущенка құтымды осылай құйып жердім де, пешке отправка жасап жердім де. Үйдегі қонақтарыма да тамақтарын, шайларын да беріп үлгеріп жатым ғой арасында. Сонымен мынандай торттың қабын деген времянкамнен тауып алдым да, соны енді әдемілеп тұрып өйстіп сатайын десем, болмай қойса болмай, мәсіған деп лақтырып жібердім ғой бетінің крышкасын. Сөйтім де қой тағы да әдемілейін деп, мына сахарный пудраны сеуіп жібердім де, енді бісміллах деп сатып көреміз қыздар. Ал давайте, кім алады деп ойлайсыздар қыздар, қанша теңгеге сатты деп ойлайсыздар мына тортты? Комментарияға жазып кетіңіз. Жан-жағыма қарап қоям ғой, мә кімдер бар, кімге сатам деп. Сонымен мына жерде бір аға бар екен, ұстап алғасын ғой. О, бір попытка болмады, енді келесі адамға сатамыз. Мына жерде қыздар ойнап жатыр екен, сол қыздарға сатып көрейін десем, алғысы келіп тұр ғой, мә деп жегісі келіп, бірақ ақша жоқ дейді. Пирогын алмап ас болсын аха. Ал ару қыз мен батылдан құтылған жоқпын. Неке бүгін пирогымды сатып, батылдың тапсырмасын орындап 2000 теңге істеді. Енді бұл 2000 теңге не алсам болады екен қыздар, комментария жазып кетіңіздер. Сонымен қатар енді ару қызға екінші тапсырманы беретін боламыз. Қандай тапсырма береміз, маған көмектесіп жіберіңіздер.